Сәлем достары, Deutsch mit Айжан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз етістіктің зи есімдіктермен жіктелуін өтеміз. Алдымен осы екі есімдіктің айырмашылығын түсініп алайық. Кіші әріппен жазылатын зи олар деген мағынаны береді, бас әріппен жазылатын зи сіз, сіздер деген мағынаны береді. Енді ең маңызды ережеге назар аударайық. Қуантарлығы бұл екі есімдікпен етістік бірдей жіктеледі. Яғни етістік еш өзгермейді, ол өзінің негізгі бастапқы формасында қалады. Енді мысалдармен түсініп алайық. Бірінші мысал лебен мысалы. Ол өткен сабақтардан бізге белгілі өмір сүру деген мағынаны береді. Енді жіктеген кезде зи, леп, оған леп түбірі, оған иен жалғау жалғанады, зи, лебен болады. Олар өмір сүреді деген мағынаны береді. Яғни қарап отырсаңыздар, бастапқы формасында етістіктің мағынасы өмір сүру, міне иен жалғаумен келеді, өмір сүру деген мағынаны береді. Ал енді дәл осы етістікті зи есімдігімен қатар қойсақ, ол кезде міне жалғауы бәрі бірдей. Ол кезде олар өмір сүреді деген мағынаны береді. Яғни олар өмір сүреді. Д деген мына жерде қазақша баламасындағы жалғау. Сосын зи олар деп аударылады. Мына зи есімдігі олар деп аударылады. Енді екінші зимен жіктеп көрейік. Екінші зи ол бас әріппен жазылады. Зи, леп. Бұл жерде де сол иен жалғау жалғанады етістіктің түбіріне. Сонда зи, лебен болады. Қарап тұрсаңыздар, етістік еш өзгеріске ұшыраған жоқ. Ол қазақшасында сіз өмір сүресіз, сіздер өмір сүресіздер деген мағынаны береді. Жалпы назар аударыңыздар, біз осы етістіктерді жіктеуді өтіп жатқан кезде етістіктерді біз осы шақта жіктеп жатырмыз. Яғни сіз өмір сүресіз деген, мысалы, сіз қазір Алматыда өмір сүресіз, сіз қазір Германияда өмір сүріп жатырсыз деген мағынада. Яғни мысалы Sie leben in Deutschland, Sie leben in Алматы, Sie leben in Берлин дегенде, яғни сіз қазір Германияда өмір сүріп жатырсыз, сіз қазір Алматыда өмір сүріп жатырсыз деген мағынада. Енді бұл жерде де қарап отырсаңыздар, міне етістіктің түбірі еш өзгеріссіз сол бастапқы қалпында қалды. Бірақ мына зи, бас әріппен жазылатын зи, ол сыпайы түр. Есімдіктің сыпайы түрі, мына сыпайы сіз деген мағынаны береді. Немесе сіздер деген мағынаны береді. Сіз, сіздер. Етістіктің қазақша жалғауындағы баламасы сіз, сүресіздер. Сіз бе, сіздер ма екенін, оны тек сөйлемнің мағынасына қарай, контекстіне қарай ажыратамыз. Егер сөйлемде, мысалы, бір ғана адам туралы айтылып жатса, бір ғана адамға қаратылып айтылып жатса, онда біз оны сіз деп түсінеміз. Ал егер ол жерде екі адамның аты берілсе, онда біз сіздер деп түсінеміз. Контекстіне қарай белгілі болады. Енді келесі етістік бізде фраген етістігі, ол сұрақ қою деген мағынаны береді. Зи фраген болғанда, бұл өздеріңізге біліп отырған боларсыздар, кіші әріппен жазылғанда олар, олар сұрайды. Олар сұрайды деген мағынаны береді. Ал егер зи бас әріппен жазылса, сіз сұрайсыз, немесе сіздер сұрайсыздар болады. Сіз сұрайсыз, немесе сіздер сұрайсыздар. Келесі етістік бізде зухын етістігі, ол іздеу деген мағынаны береді. Зи, зухын болғанда, оның мағынасы олар іздейді, себебі зи кіші әріппен беріліп тұр. Ал егер зи бас әріппен беріліп жіктелсе, зи зухын болса, онда сіз
іздейсіз, сіздер іздейсіздер деген мағынаны береді. Ендігі мысал гейін етістік, ол бару деген мағынаны береді. Ал зи гейін болған кездегі мағынасы олар барады. Егер бас әріппен беріліп тұрса, онда сіз барасыз, сіздер барасыздар. Келесі мысал бізде коммен етістігі, ол келу деген мағынаны береді. Зи коммен болғанда олар келеді. Ал егер зи бас әріппен берілсе, онда сыпайы түр болады. Сіз келесіз, немесе сіздер келесіздер. Ал неміс тілінде етістік еш өзгерген жоқ. Өзінің бастапқы формасында қалды екеуінде де. Сол себепті жалпы етістікті осы зи есімдіктерімен жүктеу жеңіл болып табылады. Біз бірден бастапқы формасына қоя саламыз. Келесі етістік шрайбен етістігі, ол өзі жеке тұрған кезде жазу деген мағынаны береді. Ал егер зи шрайбен деп жазылып тұрса, онда ол олар жазады деген сөз. Ал егер бас әріппен берілсе зи, онда сіз жазасыз, немесе сіздер жазасыздар. Келесі кауфен етістігі, ол сатып алу деген мағынаны береді. Зи сөйлемде мысалы зи кауфен деп берілсе, кіші әріппен, онда олар сатып алады. Ал егер бас әріппен берілсе зи кауфен, бұл жерде сіз сатып аласыз, сіздер сатып аласыздар. Келесі мысал загын етістігі, айту деген мағынаны береді. Зи загын болған кезде олар айтады. Олар айтады, зи загын. Ал егер зи бас әріппен беріліп тұрса, онда сіз айтасыз, сіздер айтасыздар. Ендігі етістік тринкен етістігі, ол ішу деген мағынаны береді. Зи тринкен болса, онда бұл үшінші жақ болады. Көпше түрдің үшінші жағы олар ішеді деген сөз. Ал егер зи бас әріппен берілсе, онда екінші жақ болады. Сіз ішесіз, немесе сіздер ішесіздер. Сіздер ішесіздер. Бұл жерде міне олар ішеді, ол көпше түрдің үшінші жағы, олар деген ол көпше түр. Көп адам туралы айтылып тұр, бірнеше адам туралы. Ішеді үшінші жақ. Ал зи тринкен, сіз ішесіз, сіздер ішесіздер, бұл екінші жақ. Жекеше түр, сіз ішесіз, сіздер ішесіздер, көпше түр. Бірақ мен осы сабақта сіздерге түсіндірген кезде осы екі есімдікті қатар жіктеп көрсетіп жатырмын. Себебі олар бірге жаңағы ұқсас жүктелетіндіктен. Олардың мысалы етістіктері бірдей, етістіктің бастапқы формасына сәйкес келеді. Сол себепті мен оларды бірге жаттап алуға, осылай бірге жүктеуге оңай болатындықтан осылай көрсетіп жатырмын. Келесі етістік шпилен, ойнау деген мағынаны береді. Зи шпилен, оның мағынасы олар ойнайды, яғни көпше түрдің үшінші жағы. Олар ойнайды. Ал егер зи шпилен,
бас әріппен берілетін болса зи. Онда сыпайы форма, сіз ойнайсыз немесе сіздер ойнайсыздар деген мағынаны береді. Мысалы, біз мәтінді аударып жатқан кезде оның сіз немесе сіздер екенін тек мәтіндегі қалған сөздердің мағынасына қарай, контекстке қарай білетін боламыз. Егер ол жерде бір адамның аты тұрса, біз сіз деп аударамыз, екі адамға қаратылып айтылса, сіздер деп аударатын боламыз. Келесі хөрін етістігі тыңдау деген мағынаны береді. Зи хөрін болған кезде тыңдау ол қалай өзгереді? Олар тыңдайды болып өзгереді. Зи хөрін. Көпше түрдің үшінші жағы. Ал егер бізде зи хөрін деп берілсе, зи бас әріппен, онда бұл бірден білеміз сыпайы форма екенін. Сіз тыңдайсыз немесе сіздер тыңдайсыздар болады. Ең бастысы неміс тілінде етістік өзінің жаңағы бастапқы формасында қалды. Келесі етістік швиммен етістігі, ол жүзу деген мағынаны береді. Зи швиммен. Олар жүзеді деп аударамыз, Ал егер зи бас әріппен берілсе, бірден білеміз, бұл екінші жақ екенін білеміз. Оның жекеше түрі болуы мүмкін. Сіз жүзесіз немесе көпше түрі болуы мүмкін. Сіздер жүзесіздер деген. Енді келесі етістік бізде кохын етістігі, ол тамақ пісіру деген мағынаны береді. Зи кохын болған кезде олар тамақ пісіреді, Ал егер зи бас әріппен берілсе, онда біз сыпайы форманы қоямыз. Зи кохын, сіз тамақ пісіресіз. Немесе сіздер тамақ пісіресіздер деп аударуға болады. Келесі етістік бізде бекенін бастау деген мағынаны береді. Зи бекеннен болған кезде бұл көпше түр. Оның үшінші жағы олар бастайды. Бірден кішкентай зидің көпше түрдің үшінші жағы олар екенін жаза қоямыз. Келесі зи бекеннен бұл сыпайы түр. Сіз бастайсыз болуы мүмкін, немесе сіздер бастайсыздар. Ендігі мысал зинген етістігі, ол әндету деген мағынаны береді. Зи зинген. Ол, яғни олар әндетеді. Ал егер зи бас әріппен берілсе, онда біз сіз әндетесіз немесе сіздер әндетесіздер деп аударамыз. Және бізде соңғы мысал қалды, ол learning етістігі. Learning ол үйрену деген мағынаны береді. Енді зи learning болған кезде оның мағынасы олар үйренеді, олар қазір үйреніп жатыр. Ал егер зи learning болса, онда сіз үйренесіз немесе сіздер үйренесіздер болады. Сонымен байқаған боларсыздар, барлық мысалдарда етістік мүлдем өзгерген жоқ. Сондықтан есте сақтау өте оңай. Етістік өзінің бастапқы инфинитив формасында қалды, ен жалғауымен. Біз бұл жалғаумен етістікті көшіріп алып келіп қоя салдық зи есімдіктерінің жанына. Ал қазір бүгін жүктеген етістіктерді тағы бір қайталайық. Зи лебен, зи фраген, зи зухен, зи гейен, зи коммен, зи шрайбен, зи кауфен, зи заген.
sie trinken, sie spielen, sie hören, sie schwimmen, sie kochen, sie singen, sie beginnen, sie lernen. Міне достар, осылайша біз осы шақта етістіктерді негізгі есімдіктермен жіктеп үйрендік. Келесі сабақтарда осы жіктелген етістіктермен сөйлем құраймыз. Бүгінге осы. Келесі кездескенше, auf Wiedersehen, bis bald.